Келесі параграф 28-дің С деңгейі есебі. Мысалы, массасы 16 грамм белгісіз элемент 6-да 4 грамм молекулалық оттекпен әрекеттесіп, құрамы элемент О оксидін түзеді. Бұл қай элемент? Осыған ұқсас есеп шығарып көрелік. Жақсы, бізге берілген бойынша массасы 12 грамм белгісіз элемент. Есептің шартын жазып алайық. Масса белгісіз элемент, яғни элементті қояйық. Ол бізде 12 грамм. Осы элемент 4-8 грамм молекулалық оттекпен әрекеттесті. Онда оттегі молекулалық болса О2 оттегі 4,8 грамм. Өлшем бірліктерін жазып отырамыз. Әрекеттесіп, құрамы элемент О дейтін оксид түзеді. Бұл қай элемент? Табу керек. Бұл қай элемент? Элемент сұрақ. Есептің шарты бойынша есептің берілгенін жаздық, енді шешуіне көшеміз. Ең алдымен бізге химиялық теңдеу құрастырып алу керекпіз. Белгісіз элемент оған оттегіні қосамыз молекулалық. Тең болады элемент О түзілді. Нәтижесінде элемент О болатын оксид түзілді. Яғни бұл жерде бізде оттегі эквивалентті, элемент онда бізде эквивалентті. Яғни мына тауып керек бізде тұрған белгісіз элементтің валенттілігі 2. Яғни ол кім бізде болуы эквивалентті? Ол бізде кальций болуы мүмкін, ол бізде магний болуы мүмкін, ол бізде темірді болуы мүмкін эквивалентті, ол бізде мырыш болуы мүмкін, кез келген элемент болуы мүмкін, только эквивалентті. Енді бізде бұл химиялық теңдеуді жаздық, енді теңестіру керекпіз. Бізде мына тұрған элемент О, оттегі ол бізде бір ғана атом, ол бізде тақсан, алдына 2 қоямыз. Оттегі 2, оттегі 2. Енді элемент атом саны 2 болса, мұнда мен 2-ні қоямын. Өстіп химиялық теңдеуді жазып алдым. Төбесіндегі үшке тұрайын валенттілігін. Енді жазамыз төбесінде берілгендерін. Бізге белгісіз металл 12 грамм. Элемент ол бізде 12 грамм. Оттегі 4,8 грамм. Нәтижесінде элемент О оксиді түзілді. Бізден сұрап тұрғаны бұл қай элемент? Жақсы, есептің шартын жаздық, берілген жаздық. Егер мына бізде элемент оксид 12 грамм берілетін болса, онда біз оның астына МР табу керекпіз. Мына бізде 4,8 грамм ба, онда оны астына МР табамыз. Ал мына элемент оксидін бізде мүлдем оның массасын бермегенде, сұрамағанда, сол үшін біз оны ескермейміз. Біз тек қана екі подсказканы шығарамыз. Қарап, 12 грамм. Егер грамм болса, онда біз астына МР табу керекпіз. Бірақ элементті біз қандай екен білмейміз, оны X дейміз. Элементтің атомдық массасын X дейміз. Алдында 2 деген сан бар, онда 2X. МР 2X болды. Ал оттегі массасы 4,8 грамм болғандықтан, нәтижесінде тағы да біз астына МР табамыз. Не болмаса, молекулалық масса табамыз. Оттегі бізде 16, 2 атом болса, ол бізде 32 грамм моль болады. Болды. Енді осы бойынша бізге пропорциямен шығарамыз. Химиялық есептердің көбісінде бізге пропорциямен шығарамыз. Пропорцияны қалай құрамыз? Пропорцияны мына тұрған теңдеудің үстіндегі сандардың үстіне астына жазамыз. Не мысал үшін, не 12 грамм, 12 грамм. Ол бізде белгісіз элементтің массасы, сызықша. Оның қатарында тұрған бізде 4,8 грамм. 4,8 грамм ол бізде оттегі. Келесі 12 граммның астында кім тұр бізде? 2X тұр. 2X грамм ол белгісіз элементтікі, ұзын сызықша. 4,8-дің астында бізде 32 грамм моль тұр. Болды, енді осыдан X табамыз. Мына 2X табу үшін, 2X-ті табу үшін кіріс әдісін қолданамын. Яғни ол деген қалай? 2X табу үшін 12 оттегін көбейтемін. Қарамастырған 48-ге мен бөлемін. Осылай кіріс әдісін пайдаланамыз. 2X тең болады. Онда 12 көбейтілген 32 бөлінген
4,8. Ары қарай 2х тең болады. 12 көбейту 32 384 бөлінген 4,8. Бөлінген 4,8 тең болады 80. Яғни 2х тең болады 80-ге, х тең болады 80 бөлінген 2 тең болады 40. Атомдық массасы 40 болса, ол бізде кальций. Ал оның эквивалентті оксидінің формуласы бізде кальций О. Есептің мөлшердегі жауабында бізде қай екені берілмеген, жауап берілмеген, бірақ бізде жауабы енді осылай шығады. Кальций оксиді болады екен.